Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында ешқандай сливкиді қажет етпейтін миксердің де көмегі керек емес. Осындай ерекше торт жасадым. Дәмі өте керемет, ерекше болып шықты. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Барлық құрамын астына қалдыратын боламын. Осымен тортымызды жасап бастаймыз. Ол үшін алдымен айранымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып 1-2 секундқа қалдырып қоямыз. Одан кейін 3 жұмыртқамызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, одан кейін қантымыз салып, жақсылап араластырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай барлығын жақсылап түсіруге тырыстым. Сондықтан маған жазылып алуды ұмытпаңыздар. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. ұн мен какаоны електен өткізіп салсаңыздар өте жақсы болып көтеріледі қамырымыз. Одан кейін қалған жарты ұнымды салып, оны да електен өткізіп тағы да араластырып алыңыздар. Одан кейін қасықтың көмегімен немесе осындай лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде дәл осындай масса шықты. Енді массамызды табамызға құятын боламыз. Мендегі таба осындай. Одан кейін массамызды құйып бастаймыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізге саламыз. Одан кейін 180 градуста 25-30 минутта дайын болады. Оға дейін біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен табамызға қантымызды, ұнымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамыз салып, оны да жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің жарты бөлігін салып, оны да тағы да жақсылап араластырамыз. Қалған жарты бөлігін қазір отқа қойған кезде құятын боламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін отқа қойып қайнататын боламыз кремімізді. Кремді үнемі жанында тұрып қайнатып тұру керек, себебі астына жабысып қалмау үшін үнемі араластырып тұрамыз. Одан кейін сүтімнің қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырамын. Осылай біздің креміміз қоюланып бастаған кезде үй температурасында тұрған сары майымыз салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің заварной креміміз дайын болды. Креміміз тез суы үшін осындай басқа ыдысқа құйып аламыз. Осы уақыт аралығында бізде креміміздің бетін осылай целлофанмен жауып қойдым. Осы уақыт аралығында біздің бисквитіміз дайын болды. Арасы піскен-піспеген осылай ағаштың көмегімен көріп аламыз. Өте жақсы болып пісіпті. Осымен біздің бисквитімді 2-ге бөліп алдым. Одан кейін табамен жан-жақтарын 1 келкіға бөлшеп, жан-жағын алып қойдым. Қазір сыртына семдеуге керек болады. Одан кейін пропиткасына қант пен суды араластырып, арасына осылай сеуіп шықтым. Осымен біз кремімізді жағып бастаймыз. Кремдерімізді ортасына заварной крем өте ерекше дәмді болып шығады. Одан кейін қалған жарты бөлігін салып, тортымызды жинайтын боламыз. Қалған кремімізді осылай бетіне әсемдеп, әдемілеп жағып шығамыз. Жан-жағына барлық жеріне жеткізіп кремімізді жағып шығамыз.
бетін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен артылған қалған бөліктерін осылай алып алғанмын. Осыны жан-жағына әдемілеп осылай қойып шықтым. Бетіне негізі шоколад себуге болады. Менде шоколад жоқ болғаннан кейін сеппедім. Осымен біздің ерекше тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер жасап көрген болсаңыздар, астына комментарийға қалдырыңыздар. Қалай шыққанын. Өте дәмді, ерекше тортымыз дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.